Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен паста көкөністермен дайындайтын боламыз. Ең әуелі бізге асқабақ қажет болады. Асқабағымыздың мен жарты бөлігін ғана қолданатын боламын. Осылай сопақша, дөңгелекше қылып турап аламын. Әрине бұл қалауыңызша. Одан соң бізге саңырауқұлақтарды тура солай турап шығамыз. Артынан тәтті қызыл бұрышымызды керек жерлерін алып тастап, жуып тазалап, ұзын сопақша қылып бұларды да турап аламыз. Одан соң алдын ала табамызды қыздыртып, ішіне сұйық майымызды құйып, тәтті қызыл бұрыштарымызды бірінші салып қуырамыз. 1-2 минут көлемінде бетін жауып, сол мезетте екінші ыдысқа қайнап жатырған судың үстіне ештеңе қоспаймыз. Осылай пасталарымызды салып 10 минут 15 минут көлемінде пісіріп аламыз. Мен бөлмеймін пасталарды, маған осылай ұнайды, ұзын сопақша болып шыққан. Сол мезетте жаңағы 1-2 минут көлемде қуырылған бұрыштарымыздың үстіне асқабағымыздан, саңырауқұлағымыздан салып, аздап дәмін келтіріп тұзын бұрышын саламыз. Осы жерде көп салмаңыздар, саңырауқұлақтың өзінің тұзы, дәмі шығатын болады. Жақсылап қуырып 10 минут көлемде қуырып пісіріп аламыз. Ең соңында осындай қаймақ немесе сливке қосып, сонымен біздің пастамыз дайын болды. Пастың үстіне осылай салып берсеңіз болады. Өте дәмді болады. Соңында міндетті түрде сырды күштен өткізіп осылай бетіне сеуіп берсеңіздер, өте ерекше дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Қанша не керектігі жөнінде барлығы видеоның астына жаза кететін боламын. Лайк басып каналға тіркелуді ұмытпа.